біз сұхбат беру үшін студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Қоғам қайраткері, мәдениеттанушы Серік Ерғали, этнолог. Осы көрісу күні туралы біраз ақпарат айтамыз. Студиямызға қарсы алайық. Серік мырза, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, Қазақстан. Қал жағдайыңыз қалай? Қош келдіңіз. Сәлеметіңіз. Өзіңізді студиямызда көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Елді оятуға қатысқаныма. Бізде карантин жағдайына байланысты әлеуметтік қашықтық сақтау. Солай ма? Әлеуметтік қашықтық деген километрмен есептеледі. Әлеуметтік аралық шығар. Айып етпейсіз енді. Қош келдіңіз. Ұлы соң болсын келіп қалған. Көктем құтты болсын дейміз. Өзіңізді талай ұлттық құндылықтарымыз, ана тіліміздің қолдану аясы және осы секілді көптеген мәселелерге қатысты қоғамдағы белсенділігіңіз үшін ел сыйлайды. Осы көрісу күні туралы сөз бастап отырмыз. Осыған қатысты сіз не дейсіз? Неге көрісуден бастайсыздар осы? Мен енді біріншіден сіздің пікірлеріңізді естіп жүрміз. 14 наурыз жаңа жыл. Жаңа жылда не істеледі жалпы? Күнтізбелік жаңа жылда шырша тігіледі, иә? Оны шырша тегетін күн деп ешкім айтпайды ғой. Иә. Мынау жаңа жыл. Жаңа жылда адамдар бір-бірін не істейді? Құттықтайды. Құттықтайды, иә. Ал қазір біз қалай құттықтаймыз? Төс қағыстырып. SMS жібереміз. WhatsApp-пен құттықтаймыз. Спам. Иә, спам дейсіз ба? Құт парақ жібереміз. Ал бұрын қазақтарда емес, дүние жүзінде мобиль телефон болған жоқ, SMS болған жоқ. Олар не істеді? Көкіректерін түйістіріп, ниеттерін қосып құттықтаған. Бұл құттықтаудың рәсімі бар болған. Ал негізгі бұл күннің мәні бұл жаңа жыл. Сиыр жылы 14 наурызда кіреді. Көктемнің бірінші күні 14 наурыз. 90 күн қыс 13 наурызда шығады деп есептеледі. Оның барлығы астрономиялық негізі бар нәрсе. Күнтізбелік тұрғыдан бұл ғылыми дәлелденген. Әрине. Яғни 21-нен 22-сіне қараған түні келмейді жыл. Былай ғой енді, жалпы 21-нен әз жүреді. Иә, наурыз мейрамының екі аспектісі бар екенін біз сезбей жүрміз. Басқа халықтар тек күн мен түннің теңелуі деп, парсылар бәрі сөйдейді. Бізде күн мен түннің теңелуімен бірге жаңа жыл қатары келеді. Жаңа жыл 14-не кіреді. Сосын жаңа 21-22-сіне күн мен түн теңеліп, ол екеуі бірігіп, бір тұтас мерекеге айналып кетеді. Біз соны айыра алмай жүрміз, та? Көрдіңіз ба? Кейбір ғалымдар шығыс күнтізбесі бойынша Қытай жаңа жылды қарсы алатын дәстүр бар ғой? Қаңтар айында. Ақпанда. Қаңтардың айға байланысты. Сол дәстүрдің форматын көшіріп алу керек деп, бізге солардың қайталаған 100 жыл бұрынғы тәсілдерін, механизмдерін енгізу керек. Сол кезде бізге наурызды өз халқымыздың арасында кәдімгі демалыс күні емес, нағыз жаңа жыл күту мерекесі ретінде сіңіруге мүмкіндік болады дейді. Сіз қалай қарайсыз? Қытай күнтізбесі бойынша жаңа жылды қарсы алумен бұл қаншалықты ұқсас? Ол жерде де бір апта тойланады. Жалпы біз осы соңғы бір ғасыр бойы, өмір бойы көшірумен келеткен халықпыз ғой. Өзіміз бұған дейін көшіп келіп едік, енді барлығын көшірумен айналысып келе жатырмыз. Біз өзіміздің рухани құндылығымызды жаңғыртып, соған негіздеуіміз керек. Ал жұрт бізден көшіру керек, көшіретін болса. Өйткені наурыз деген өз алдына бөлек. Жаңа жылы бар, күн мен түннің теңелетін күні бар. Оның өзінің материалы өзіне жетеді. Соны білмегендіктен жаңағыдай сөз айтылады. Мен 21 жыл бойы осыны зерттегенде осыған көзім жетті. Орасан көп материал бар. Атрибуттар жетеді. Соны үлгере алмай жатырмыз, игере алмай жатырмыз. Келісем. Жалпы дұрыс маркетингтік тұрғыдан қарайтын болса, жарнамасын. Дәл сол Григориан бойынша жаңа жылды күтіп алатын күнтізбелік жаңа жылмен салыстырғанда, бұның да өзінің мифологиясы бар, бұның да өзінің кейіпкері бар. Керек десеңіз, сыйлық беру рәсімі бар, сыйлық үшін сондықтан бізге тек этнографтар, ғалымдар, тарихшылар және жаңа қазақтар бірігу керек сияқты. Енді біздің тараптан, ғалымдардың тарапынан істі бітірдік деп есептеймін. Барлық атрибуты қалпына келді, заманауи тұжырымдамасы жасалды. Сосын жаңағы күнтізбелік жаңа жылға қатысты келтіретін көбі оның өтірік қолдан жасалған нәрселер. Аяз ата болған жоқ, ертегі де жоқ, миф та жоқ. Снег өршкені 5-6 жылдан кейін Совет үкіметі халық зерікпесін, батысқа еліктемесін деп өтірік қолдан жасалған мереке. Ал мынау таза 5000 жылдық тарихы бар. Аңырақайдағы таңбалы таста 5000 жылдық
петроглиф бар. Сонда күн мен түн тұр, екеуі көрісейін деп бұлай алақан нетіп тұр. Ортасында сиыр жылы. Одан артық не керек? Одан артық не керек? Оның ар жағында 12 адам, 12 мүшел, 12 жылдың жаңағы бейнесі билеп, тойлап, балмаскарат жасап жүр. Енді ақшақар идеологиялық стратегия ретінде енгізіліп тұр ғой, мысалы. Иә, бізде неге сол дәстүрге жоқ? алып кетті. Бізге соны енгізу керек демек. Енді өздеріңіз бастама жасасаңыздар, ұсыныс тасталған болса, соңына дейін жеткізу керек шығар. Бұл тұжырымдама 2009 жылы 12 жыл болады. Сиыр жылын бастадық. Астанада алғаш рет атап өттік. Атрибутымен бәрімен. Менде видеосы бәрі бар. Содан бері қарай үзбей жыл сайын тырысып, 3 жыл қатарынан Шымкентте аталып өтті. Ел халық бастап кетті. Дәстүр болды. Енді ресми түрде енгізу керек қой. Ресми түрде енгізілу керек. Құрметті көрермен, 14 наурызда біздің студиямыздағы этнограф Серік Ерғалидің айтуынша көрісу күні деп атауды доғару керек, жаңа жыл қарсы алу күні. Көрісу күні деген болған жоқ. Оның себебі мына 88 жылы Колбиннің қолымен көшірдік қой, 21-22-сіне наурыз мерекесі деп. Соған біз мәз болдық. Соған бүкіл этнографиямызды көшеге алып шықтық. Музейдегінің бәрін көшеге алып шықтық. Киіз үй тіктік. Сөйтіп этнографиялық еске алу күніне айналдырдық. Оған да шүкір дедік. Бірақ енді қарасақ, бұл мейрам мүлдем мазмұны мүлдем басқа ғой. Бұл біздің халықтың бірнеше мың жыл бұрынғы уақыт пен кеңістікті межелеп, мерекелеп, дүние жүзіне таратқан. Мен осы 2 апта бұрын Сұлтан Разия деген сериал бар. Соны қарап отырсам, осы 11-12 ғасырда біздің осы жерден кеткен ата-бабаларымыз қыпшақтар, мәмлүктер Дели сұлтанатын құрған. Солар Рамадан айынан кейінгі жаңа айда көрісіп жатыр. Бірақ ол наурыз емес. Яғни көрісу бір күнде болған жоқ. Бір ай бойы болады. Жалпы дәстүр, ол жалпы әдет. ғұрып. Ғұрып, иә. Ол жазда болған. Жазда Әбілқайыр ханның ордасына келген Джон Кестел суретін салады, екі еркек көрісіп тұр. Ал ол маусым, шілде айы, себебі онда Сабатай деген болған. Оған байланудың қажеті жоқ. Жазда наурыз секілді үлкен мереке болған Сабатай деп. Онда да көріскен. Яғни жаңа ай келсе, жаңа жыл келсе, солай құттықтаған бірін-бірі. Ал егер біз қайсысы маңызды? Жаңа жыл деп атаған мәртебе берген маңызды ма? Ол күнге әлде көрістік, байттық, бүйттік деген маңызды ма? Өте дұрыс аға, дұрыс түсіндіріп отырсыз. Сипатын ашу керек қой. Таныма кеңейткеніңізге көп рахмет. Егер бізде уақыт болса, тағы бір сұрақ қойын. Сіздің осы Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің... Сіз де мен де мүшемін ғой. Соның құрамында латын әліпбиін енгізуге қатысты жұмыс тобында болғаныңызды білем. 2007 жылдан мен өзімнің тұжырымдама жасағанмын. Айтыңызшы. Латын әліпбиі бұдан мүмкіндігінше 10 жыл бұрын кіріп кеткен дұрыс еді. Өйткені ол кезде енді қалыптасып жатыр едік. Қазір енді бір емес 3 нұсқасы бірінен соң бірі келіп жатыр ғой. Бұл енді шамалы біздің тіл мәселесін шеше ме, әлде көбірек қоздырып жібере ме деген менде үлкен сұрақ мәселесі бар. Осыған байланысты әрине саясат жағынан ол дұрыс шығар. Бірақ латын мәселесін қазір кіргізу қазақтың рухани әлемін егемендікке апарады, азат қылады дегенге мен үлкен сұрақ қоямын. Қазір ең тиімдісі не? Қазақты 3-ке бөлу емес. Орыс тілді қазақ тілді қазақ тағы да 2-ке бөлінеді. Сонда 3-ке бөлінеміз. Одан басқа бізге қарап отқан қырғыздар, қарақалпақтар, ноғайлар, қыпшақтардың бәрі бізге қарап отыр. Олар пышырап тағы шашылады. Сонымен біздің тілдік орта жіктеліп кете ма деген мәселені қарауымыз керек еді. Әлде де қарауымыз керек. Қайсы тиімді? Алсақ, бәріміз бірге қабылдау керек бір әліпбиді. Қырғызға да ортақ, қазаққа да ортақ. Көрдіңіз ба? Ноғайлар, қарақалпақтар, түбі олар біздің халықтар. Біз бөлшек-бөлшек болып кеткен. Сонда біз тілдің аудиториясын, тілдің аясын, ортасын кең аламыз да, дешті қыпшақ кезінде біздің тіліміз Апайтөс Евразияның кеңістігінде билеген тіл. Сол кезде жазу болған. Сол деңгейге қайтар едік. Ал біз әлі шөкімдеп жүрміз. Өкінішке қарай. Енді қалай ойлайсыз? Жалпы осы латынға көшу орыс тілділердің қазақшаны үйренуін жылдамдатады, бәріміз қазақша сөйлеп кетеміз. Егер де біз кириллше орыстың өзінің әрпімен орыс тілділерге үйрете алмай жатсақ, одан кейін қазақ тілділердің бір қатары орыс тілдерді бұлай қойыңыз. Баласын ала қашады ау деген мәселе бар.
Ал бұл пессимистік, оптимистік болжамдар қандай? Оптимистік жағынан алсақ, менде басқа концепция бар. Қандай? Біздің қазіргі қарастырып жүрген әліпбидегі тұжырым негізінде бұл флективті дейді. Мына роман батыстың тілдеріне негізделген, тұжырымға негізделген әліпби. Құдайберген Жұбанов деген қазақ тіл білімінің ең алғашқы профессор болған. Ең білімді тіл білімінің ғалымы болған. Сол кісі сингармо әліпби керек деп айтқан. Сингармо деген руна әліпби бар ғой анау. Өте тиімді, қысқа, нұсқа, соған жасайтын әліпби бар. Ол Unicode тұрғысынан... Unicode дегеніңіз ол ерунда. Мен өзім математикпін. Орысша айтып жіберейін. Иә? Кез келген таңбаны таңбалайтын математикалық мүмкіндіктер бар. Жақсы. Иә? Сондықтан оның барлығы мына бірақ та жаңағы волапюк дейді. Мынау барлығын ағылшын тілінің кодында сол әліпбиге жаңағыдай икемдеуге келетін, икемдеу керек. Қазіргі кириллицаны мысалға орыстар өзінің кириллицесіне тағы параллель түрде ағылшынша, латындық нені бекітіп алды. Ол керек арасында қазіргі технология байланысты. Ондай кез келген әліпбидің барлығында, жапондарда да сондай бар. Біз де сөйте аламыз. Ол мәселе басқа. Мәселе қазір этнолингвистика, психолингвистика, социолингвистика саласынан қарағанда қайсысы тиімді деген сұраққа біз әлі жауап іздемей отырмыз. Тілдік ортаны қалай пышыратып алмаймыз ба деген мәселе. Ал енді жалпы соңғы сұрақ болсын, енді сіз өзіңіз осы тіл, ұлттық құндылықтар, жалпы ұлттық болмысымызға оралу, енді сіз үшін жақын тақырыптар ғой, түбін түсірген деймін. Айтыңызшы, енді соншалықты кең ауқымда, дегенмен де қалай қазақша сөйлетеміз? Қалай ойлайсыз? Сізде қандай ұсыныс бар? Бір-екі ауыз айтып жіберейін. 2000 жылдан бері қарай мен өзімнің дербес рухани жаңғыру деген бағдарламам бар. Сонда 10 тақырып бойынша жұмыс істеп жатырмын. Наурыз соның біреуі, тіл мәселесі соның біреуі, оның ішінде айтыс бар, ұлттық ойындар бар. Жаңағы сіздің айтып отқаныңыз өте өзекті сұрақ. Біз қазір қалай сөйлесеміз? Тілдік орта қандай болса, соған сәйкес сөйлесеміз. Қазір біздің әдеби тіліміз, әдеби дегенде мына кино, әдебиет тілдерінің барлығы қарабайырланып тұрмыстық деңгейге түсіп кетті. Бір өңірлік деңгейден бір қатар журналистер келсе, солардың тілімен бүкіл Қазақстан сөйлеп кетіп жатыр. Ал Совет одағы кезінде қанша дегенмен біздің қаншама ұлтқа зиян шектірген идеология болғанмен, біздің тіл білімімізді дамытты, біздің әдеби тілімізді орнықтырды. Содан біз кейін шегініп кеттік қазір. Көрдіңіз ба? Бұған байланысты бізде қадамдар жасалмай отыр. Журналистикаға тіл мәселесін қою керек алдына. Ғылымның тілі. Ғылымның тілі өз алдына. Көрдіңіз ба? Терминология, лексикология. Бұл жағынан орасан зор мәселе жатыр. Оны қоя алмай отырмыз мәселе қылып, шешуді былай қойғанда. Осындай қиын жағдайда. Осындай жағдайда атты ауыстырып міну көпірде келе жатыр. Қауіпті деп отырғаным сол. Әліпби ауыстыру қазір. Ең әуелі іргелі фундаменталдық нәрселерді шешу керек та. Содан кейін ананы ауыстыра салу оңай. Сіз машина айдап келе жатып киімді ауыстырмайсыз ғой. Әлде ауыстырасыз ба? Мүмкін. Сол сияқты. Қажет болса. Ондайлар болуы мүмкін, бірақ бірінші сұрағым. Жақсы аға, түсінікті болды. Танымды пікірлеріңізге рахмет. Менің ойымша енді көрген адам көкірегіне түйді деп ойлаймын. Тиісті құлақтарға жетеді деген үміттемін. Рахмет сіздерге. Қазақстан енді халқымыз қайырлы таң, жақсылық бола берсін. Мынау бір жылға созылған пандемия бітсін деп тілейміз Алла Тағаладан. Жаңа жылымыз келе жатыр. Жаңа жылмен ескі жыл есіркеп, жаңа жылымыз жарылқап, көзіміз ашылып, баяғы мәре-сәре өміріміз қайта келсін. Айтқаныңыз келсін. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, құрметті көрермен. Алыс кетіп қалмаңыз, Таңшолпан өз танымды ақпараттарын, жақсы жаңалықтарын жалғастырады.